Сәлем достар, сіздермен осындай өте керемет мини пиццаның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Көптеген рецепттер шығып тұрады. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бөлме температурасындағы тұрған 350 грамм суымызға 2 ас қасық шекеріміз саламыз. Жақсылап араластырасыздар. 1 шай қасық тұз саламыз. Осылай араластырасыздар. 10 грамм ашытқы керек болады. Менің қолданатын ашытқым Пакмайо фирмасынікі. Өзіме осы ашытқы ұнайтын болғандықтан осыны аламын. 40 грамм зайтын майын құямыз. Я болмаса орнына сұйық май кез келген құйсаңыздар да болады. $300 грамм ұнымызды өлшеп, жайлап ситадан өткізіп сала береміз осылай. Міндетті түрде ситадан өткізгендеріңіз жөн. Осылай ұнның бәрін салып, араластырасыздар, илей бересіздер. 1 сағатқа көтертуге жібереміз. Біздің қамырларымыз көтеріліп шықты. Осылай дөңгелетіп, қанша общий сізде қамыр шықты, соны өлшеп аласыздар да, сосын менде мына жерде 16 пицца шықты. Шыққан қамырыңыздан қанша сізге граммдай керек болады, соны өлшейсіздер. Осылай жаямызды оқтаудың көмегімен. Шеттерін қайырсаңыздар да болады, қайырмасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Кішкене жанын қайырсаңыздар бортик болады. Қолмен де жаюға болады, негізі оқтаусыз да. Кішкене жандарына бортик шығарсаңыздар әдемі болып көрінеді. Мен мына жерде 2-3 ас қасық кез келген томат пастасын аламын. Осындай орегано қолданамыз. Сол кезде біздің пиццамыздың соусы өте дәмді, күшті, керемет болады. Көз мөлшермен жасайсыздар. Егер де үлкен пицца керек болатын болса, бір пиццаға 1 ас қасық томат керек болады. Осылай жағып шығасыздар соусымызды. Орегано қосылған соус өте дәмді болып шығады бізде. Кез келген пиццерияда да осы соусты қолданады. Осылай жағып шығасыздар каждый пиццаларымызға. Кез келген колбаса, помидор, өзіңіз не ұнатасыз, соны салай берсеңіздер болады. Түгелдей салсаңыздар болады дөңгелегімен, я болмаса турап майда қылып турасаңыздар да болады. Мен осындай моцарелла сырын алдым. 400-500 граммдай аласыздар. Осылай теркадан өткізіп, холодильникте қатып тұруы керек біздің сырларымыз, өйткені жұмсақ күйінде жасайтын болсаңыздар еріп, жабысып қалады. Осылай манағы соусымыздың үстіне сырларымызды салып шығамыз. Колбасаларымыз салып шығамыз. Өзіңіз қандай салма ұнатасыздар, кез келген салманы салай беруге болады. Окорочка, ет, фарш. 175 граммда бізде дейтін қаттыға қоясыздар. 220-250-ге қоясыздар да 7-10 минутта пісіріп аласыздар. Бірінші қамырын пісіріп, содан соң сыры мен салмасын салсаңыздар да болады. Сол кезде біздің пиццамыздың сыры күшті тартылып, созылып шығады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көптеген рецепттер болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар.